Мен Жұмажан Айзат Ерлан қызы 7-ші А сыныбының анасы Айнұрамын. Бүгінгі мектепішілік шараға келдім, қатысып. Баламның сабағына қатыстым. Сабағы жақсы өтті, білімін тексердім, баланың тәртібін қадағаладым. Бұл іс-шара негізі керек мектептерге. Сіздердің бәріңізді мектептің ішіндегі ұжымына, мұғалімдерге, директорды келе жатқан 22-ші Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Зор денсаулық тілеймін. Ауырмаңыздар, біздің балаларымызға білім беріңіздер, үйретіңіздер, шыдамдылық тілеймін. Балалар, бүгін біздің мектебімізде үлкен мереке болды, ашық есік күні деген. Біздің бүгін сабағымызға Зеренің папасы қонаққа келді, біздің сабағымызға қатысты. Енді өткен сабағымыз бойынша Зеренің папасына сөз берейік. Балалар, бүгін сендердің сабақтарға қатыстым. Сабақтарың өте қызықты, жақсы ұнады. Үлгерімдерің бәрі жақсы екен. Барлық қызықты болды. Сендерді бүгінгі Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Сендерге бар жақсылықты тілеймін. Сабақтарың тек жақсы, беске оқыңдар. Әрқашан жолдарың болсын, ашық ойындарың көп болсын. Жақсылықтарың көп болсын, қуаныштарың көп болсын. Осы ұстаздарың Самал Базылына мұғалімға алғыс айтамын. Өзінің білгенін жақсы білімін үйретіп жатыр. Осы 21-ші мектептің ұстаздарына, барлықтарына рахметімді айтамын. Барлықтарыңызды жаңағы мерекесімен құттықтаймын, Наурыз мерекесімен. Жылдан жылға аман-есен тойлап жүре берейік. Барлықтарыңызға табыс тілеймін, жұмыстарыңыз амандық болсын. Рахмет, көп. Бүгін келген ата-анамызға көп рахмет айтайық, ендеше ата-анамызға қол шапалақпен өзіміздің алғысымызды білдірейік. Рахмет сізге де, бізге анда-санда осылай қонаққа келіп боларыңызға болады. Рахмет, жақсы сау болыңыз. Рахмет. Уважаемые родители, ребята, сегодня в нашей школе проходит День открытых дверей. Сегодня с вашего класса пришли родители, которые изъявили желание посидеть на ваших уроках, послушать, как вы работаете на уроке, увидеть своими глазами, чем вы занимаетесь на уроке, как осваиваете учебный материал, имеете ли при себе все эти учебные принадлежности. И присутствовали родители Вани Язева и Саши Рихнихта, Елена Миловна и Аксинья Владимировна. Давайте послушаем ваших родителей, какое впечатление, какое мнение вы оставили сегодня в душе ваших родителей. С их уст мы сейчас послушаем, что они хотят сказать, пожелать вам, что-то заметили такое, что следует обратить внимание классному руководителю, учителю-предметнику там. И основное, главное, вам, ребята. Я приятно удивлена поведением наших детей. Они в основном все усидчивые, очень внимательные. На просьбу учителя охотно откликаются, выполняют все задания, которые просит учитель. Мелкие были, конечно, недочеты, я учителю лично сказала. В плане принадлежности все готовы полностью дети. Не было такого, что один забыл что-то, другой что-то забыл. У всех все было. Подготовлены полностью к урокам все. Молодцы дети. Пожелание такое, что я сказала, дети должны сидеть по одному. Тогда у них будет все на высшем уровне. К учителям претензий никаких нет. Провели сегодня в Сочи. Жанна Гулькина Яковлевна. Дети, конечно, молодцы, быстро справлялись с заданиями. Мне это понравилось. На уроке математики мы тоже присутствовали. Дети материал схватывали на лету. Если что-то не понимали, она тут же поясняла, отвечала. Поэтому в этом плане здорово. Всем желаю здоровья, благополучия.
что-то есть мелкие недочеты, мы это доработаем, и все у нас будет, я думаю, отлично. Всем здравствуйте. В честь праздника Новрус в 21-й школе был 14 марта, был день открытых дверей. Я посетила урок химии у своего сына Малышева Артура. Очень довольна учителем химии, как она проводила урок, ко всем детям подходила, давала ответную